Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода иммунитетті көтеретін құрамында тек қана пайдалы заттары бар осындай керемет салат жасайтын боламыз. Бұл салаттың аты шахрезад деп аталады. Жасалу жолы да өте оңай және де құрамындағы заттары өте тиімді заттардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Салаттың құрамына керекті заттар: бізде 2 дана қызылшаны қайнатамыз және де 2 дана алманың қабығын ашып дайындап қоямыз. Қалғанын бәрі видеода көріп тұрғандарыңыздай тек қана дайын заттар. Ең алдымен ашылған алмамызды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кубиктап тураймыз. Қатты майда қылмаймыз, орташа етіп кубиктап тураймыз. Мінекей осылайынан кубиктап тураймыз. Қатты майда қылмаңыздар, себебі езіліп кетуі мүмкін. Осылайынан орташа етіп, жегенге ыңғайлы етіп турасаңыздар болды. Келесі қызылшаны да тура солай кубиктап тураймыз. Құрметті қыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Астындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай кураганы да тураймыз. Мінекей барлығын турап болдық. Курагамызды да салатқа қосамыз. Мейізді турамаймыз, бүтіндей осылайынан барлығын қосамыз. Келесі бізде осылай грек жаңғағын майдалап алдым. Жартысын қосамыз. Жартысы бізге салаттың бетін әсемдегенге қажет болады. Гранаттың да жартысын қосып, жартысын қалдырып қоямыз. Енді салатымызға кез келген йогуртты қосамыз. Йогуртымыз бізде қатты сұйық болмау керек, осындай қоюлықта болуы керек. Мен 1,5-дай йогурт қостым. Мінекей, енді шамалы тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Егер де сіздерде үйде йогурт болмаса, біз оны майонезбен кәдімгі сомен алмастыруымызға болады. Бірақтан да ол кезде сіздер гранат қоспайсыздар. Егер де майонез қосатын болсаңыздар, гранатты салатқа қоспаймыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оп-оңай жасалады. Дәмі де әдемі, түсі де өте керемет болып шықты. Енді тарелкамызға осылайынан салатный листьяны әсемдеп, осылайынан салатымызды ақырын саламыз. Менде осы ингредиенттерден 2 тарелкаға шықты. Егер де сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, ингредиенттерді 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын салдық. Енді бетін грек жаңғағымен және де гранатпен сеуіп әсемдейтін боламыз. Шамалы себеміз, өте әдемі болып шығады салатымыз. Қонақ келген кезде дастарханға осылайынан ұсынсаңыздар, өте керемет қонақтарға да ұнайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Дәмі де өте керемет болып шығады. Ең бастысы құрамында ешқандай зиянды заттары жоқ. Барлығы пайдалы заттар, иммунитетті көтеретін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода кездескенше.